Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін кешкі асқа өте дәмді, оңай жасалатын тауық етін пакетке салып, духовкада пісіретін боламыз. Бізге керегі пиязымызды, 2 дана пиязымызды турап алатын боламыз. Екі дана кабачкамызды дәл осындай думалақтап етіп турап аламыз. Төрт дана картопымызды да дәл видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Ал міне турап алды ішіне салатындарды. Енді бір дана тауығымызды турап алатын боламыз. Тауықтың барлық жерін турап аламыз. Әдемілеп, ыңғайлау етіп, қатты кіші де емес, үлкен де емес етіп турап алатын боламыз. Ал міне бізге енді магидің дәл осындай приправасы керек. Ішінде дәл осындай пакеті бар. Осы пакеттің ішіне қазір барлық массамызды салатын боламыз. Міне ішінде жауып қоятыны да бар. Ал міне пакетімізді ашып алдық. Енді ішіне жаңағы заттарымызды араластырып салып аламыз. Міне пияз салдым, тауық етін, картошка салып, енді мына переправамызды, дәмдеуіш бар өзі арнайы, соны ішіне саламыз. Дәл осылай барлық массаны салып, ішіне барлық массамызды салып аламыз ішіне. Ал міне ішіне енді жарты қасық тұзымыз салып аламыз. Өйткені тұзы кем болып қалмасын. Енді қалған тауықтың етін, картоптарды салып аламыз. Үстіне 3-4 қасық сұйық майымызды құйып аламыз. Енді барлық массаны жақсылап араластырып жібереміз. Осы тұрған жерде жақсылап араластыратын боламыз. Енді қызып тұрған пешімізге 200 градуста 60 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне листімізге салып, духовкада 60 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне біздің тауығымыз дайын болды. Өте дәмді, иісі деген керемет шығып жатыр. Үйде жасап көріңіздер. Ас болсын, менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға сәттілік, амандық тілеймін.